қаламыздағы Фолиант баспасы Джо Диспенза есімді танымал автордың «Сила подсознания» деген еңбегін қазақшалауды қолға алып, жарыққа шығарды. Бұл әлемнің барлық дерлік тілдеріне аударылып, бестселлерге айналған кітап. Қазақ тіліне «Сергек сана» деген атаумен аударылды. Бұл кітаптың бестселлерге айналуының себебі аталмыш автор Джо Диспенза ми жұмысын зерттейтін нейрохимия және нейробиология салаларының профессор екен. Әрине, осы ғылыми негізде, қарапайым тілде баяндалған еңбекті аудармашы ретінде мен де ғылыми тілде қазақ оқырманына түсінікті қарапайым тілмен аударуға міндеттедім. Тілімізде осы тараптағы төл сөздеріміз баршылық әрине, және мен оларды пайдаландым да. Бірақ философиялық, медициналық, психологиялық көптеген термин ұғымдар аударылмаған. Аударылғандарының дені ала-құла. Сондықтан мен психолог, философ, дәрігер мамандармен кеңестім. Өйткені көптеген термин ұғымдардың қазақша баламасын табу керек болды. Әрине, бұл мамандар балама табуға көмектесе алмайды, өйткені бұл олардың құзырына кіретін міндет емес. Дегенмен бұл мамандар ұғымдардың, жаңағы терминдердің терең, жан-жақты, кең мағынасын, мәнін түсінуіме көмектесті. Және мен осы жолдағы ізденіс нәтижесінде сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де 230-дай беттік кітапты 8 айдай аудардым. Бұл әрине көптеу. Көптеген сайттарды ақтардым. Осындай мәндегі мәтіндерді салыстырдым. Осы ұғым терминдерді қазақшалауға септігі тиеді деген сөздердің келетін келмейтіндігін көп сараладым. Нәтижесінде көңілден шығатын, ұғынықты жақсы аударма жасалды деп толық сеніммен айта аламын. Сондықтан, құрметті оқырман, осы кітапты қолдарыңызға алып, 4 апта ішінде санаңызды, тағдырыңызды өзгертіп, игіліктерге, жақсылықтарға, жетістіктерге жетулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Және осындай қомақты, өте пайдалы еңбекті қазақ тіліне аударып, халыққа ұсынған Фолиант баспасына баршаңыздың атымыздан алғыс айтамын.